Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгін біз онлайн мектеп порталында сабақ кестесін жасап үйренетін боламыз. Алдымен браузерді ашып аламыз. Адресті енгізу жолағына online-мектеп.org деп жазып сайтқа кіреміз. Сайтқа кіру үшін бізге кесте жасайтын админнің логин паролі қажет болады. Сол логин парольді жазып кіру батырмасын чертеміз. Ағымдағы терезе ашылады, яғни құпия сөзді өзгерту. Бұны біз өзгертудің қажеті жоқ. Оң жақ жоғары бұрышта X деген батырма шығады, я болмаса сайтты жаңарту арқылы бұл терезеден құтылуымызға болады. Келесі этапта біз сол жақ жоғары бұрышта жанға қараған стрелка бар. BL деген сөздің қасында, соны басамыз. Мектепті басқару қойындысына өтеміз. Кесте жолағына өтеміз. Кесте. Қай сыныптың кестесін жасайсыз, сол сыныптың тұсындағы көздің батырмасын басуымыз қажет. Ағымдағы терезе ашылғаннан кейін біз кесте жасауға кірісеміз. Алдымен дүйсенбі күннің бірінші сабағын енгізу үшін қосу батырмасын шертіп, пәнді енгіземіз. Пәннің атауын қолмен жазсаңыз да болады, я болмаса ағымдағы сырғымалы мәзірден тізімнен қажетті пәнді таңдаймыз. Қазақ тілі бірінші сабақ, мұғалімі Атшабарова. Тізімнен іздеп тапсаңыз да болады, я болмаса фамилияның бірнеше әріптерін жазып, шыққан тізімнен тиісті мұғалімді таңдаймыз. Кабинет таңдаудың қажеті жоқ. Егер де қажет болған жағдайда кабинетті таңдауға болады. Одан кейін сақтау батырмасын шертіп, екінші сабақты енгіземіз. Екінші сабақ жаратылыстану. Мұғалімі сақтау батырмасы. Үшінші сабақ дене шынықтыру. Мұғалімі сақтау батырмасын шертеміз. Төртінші сабақ бізде әдебиетті оқыту. Мұғалімі сейсенбі күнгі сабақ. Бірінші сабақ орыс тілі. Егер пән бөлінетін болса, топ деген баған ашылады. Бірінші топ дейміз, яғни орыс тілдің бірінші тобын енгізіп аламыз. Бізде бірінші топта орыс тілден сақтау батырмасын шертеміз. Осы пәннің екінші тобын енгізу үшін астыңғы бөлікте кішкентай плюс батырмасы бар. Мынау емес, үстіңгі пәннің астыңғы жағында кішкентай плюс батырмасын шертіп, пәннің мұғалімін ғана енгізу қажет. Яғни екінші топқа беретін мұғалімді таңдау жеткілікті. Бұл жерде пәнді таңдамайсыз, топ таңдамайсыз, автоматты енгізіледі. Яғни топқа бөлінетін пәнді жасаған кезде сақтау батырмасын шертеміз. Екінші пән. Үшінші пән. Математика. Төртінші. Егер бөлінетін пән болып топ деген атау шықпайтын болса, яғни сынып топқа бөлінбеген деген сөз. Яғни сынып топқа бөлінбеген деген сөз. Оны өткен сабақтарды көрсеткен боламыз. Сол видеоны қарап топқа бөліп үйренсеңіздер болады. Ағылшын тілінің бірінші тобын таңдаймыз. Бірінші топқа кім сабақ береді? Соны енгіземіз. Сақтау батырмасын шертеміз. Екінші топты енгізу үшін осы пәннің астында кіші плюс батырмасы бар. Соны басамыз. Bak.
сабақтылық бірінші топ. Сәрсенбі күні бірінші сабағы әдебиеттік оқу мұғалімі. Сабағы төртінші сабақ бесінші сабақ бізде бөлінетін бөлінетін бірінші топ. Екінші топқа бейсенбі күнгі бірінші сабақ бізде бөлінетін пән ағылшын бірінші топ. Егер кестеде бір қате жасап қойған жағдайда, яғни басқа пәнді енгізіп қойсаңыз, қаламның суретін басасыз, қажет емес болған жағдайда өшіру батырмасын басасыз, я болмаса басқа мұғалім беретін болса, соны таңдай аласыз, бірақ та пәнді таңдай алмайсыз. Сондықтан біз өшіру батырмасын басып, бұның орнына басқа пәнді жазамыз. Яғни қате жасап қойған жағдайда. Шешендік өнер деген бұл негізгі пән емес, бұл таңдау пән, яғни факультатив. Факультатив пәндерді енгізу үшін біз пәндер бөліміндегі факультативтер дегенді таңдауымыз қажет. Одан кейін қажетті пәннің атауын жазамыз. Шешендік өнер мұғалімі, қажетті мұғалім таңдаймыз, сақтау батырмасын басамыз. Бір аптаның кестесін жасап болғаннан кейін біз
аталған кестені басқа апталарға көшіруге болады. Яғни бізде 8 апта, екінші тоқсан 8 аптадан құралады. Оның барлығына біртіндеп енгізу үшін кестені көшіру деген батырманы басып, барлық аптаға көшіру деп басуымыз қажет. Одан кейін назар аударыңыз, ағымдағы кесте 90-дары барлық апталарға, сонымен қатар өткен апталарға көшіріледі. Кестені басқа аптаға көшіргенде олардың қазіргі кестесі толық өшеді деген хабарлама шығады. Растау дегенді басып, бірінші аптадағы барлық сабақтарды келесі апталарға, яғни 90 бойынша көшіріп жасай аламыз. Осы жол арқылы жылдам жасауымызға болады. Құрметті достар, кестені жасау сабағы осымен аяқталды.